Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыз әдебиеттік оқу 2-ші сынып. Сабақтың тақырыбы құрметтейік жер ананы. Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралды теңеуді таба алу. Бағалау критерийлері: мәтінді түсініп оқимын, мәтіндегі теңеу сөздерді табады, өзім де теңеу сөздерді қолданамын. Жақсы балалар. Ендеше 73-ші бетті ашайық оқулықтағы. Кәне, аят айта қойшы. Суретте не көріп тұрсың? Айдос, жомарт жерді кімге немесе неге теңер едің? Аяулым, неліктен? Кәнеки, Маржан, ойланамыз. Суретке қарап. Кімге теңер едіңдер? Кәне ойланайық. Азалия, ойланамыз, кімге теңер едіңдер? Жақсы балалар. Ендеше жазушы Ғабит Мүсірепов жерді анаға теңеп, жер ана деп атады. Адамзатты асыраған жердің анадай мейірбан әр баласы үшін қолындағы барын беретін жомарт екенін өз шығармаларында көрсетті. Құрметтейік жер ананы деген шығармасында адам баласының анасы Хауа ана мен адамзаттың бесігі болған жер ана туралы айтады. Ал енді осы жерде балалар, теңеу деген не екенін білесіңдер ме? Теңеу дегеніміз бір затты немесе құбылысты екінші бір затқа құбылысқа ұқсатып бейнелеу. Теңеу көбінесе дай-дей, тай-дей, ша-ше жинақтар арқылы немесе секілді, сияқты, тәрізді сөздердің көмегімен жасалады. Ендеше барлығымыз бірге экранды тамашалайық. Ғабит Мүсірепов қазақ әдебиетінің дамуына өзіндік үлесін қосқан талантты қаламгер. Ғабит Мүсірепов қазақ әдеби тілінің зергері, оның тілі қазақ тілінің үнділігі мен нәрділігін өз орнына қолдана білуі кез келген оқырманды таңғалдырады деп жазады әдебиеттанушы Зейнолла Қабдолов. Ол қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. Белгілі ұстаз Бекет Өтетілеуовтен сабақ алған. Ұстазы Бекет Өтетілеуов Ғабиттің әдебиет әлеміне келуіне көп әсерін тигізеді. Жазушының шығармаларының көбінде қазақ даласының тынысы танылып, саяси әлеуметтік мәселелері қозғалады. Тулаған толқында, Қос шалқар, Өскен өркен, Қазақ солдаты, Ұлпан тағы басқа шығармаларынан замана өткелдеріндегі адамзат қоғамының ішкі ахуалын, жекелеген өмірлерге әсерін аңғаруға болады. Ғабит Мүсірепов шығармашылығында ерекше орын алатыны ана тақырыбы. Жазушының қазақ драматургиясындағы сүбелі еңбегі де уақыт тоздырмас асыл қазына. Шығармалардың көркем галереясын тудырған қаламгер қазақ мәдениетінің жауһар туындысы Қыз Жібек киносының сценарийін жазған. Жаңа достар әңгімесі Қазақ солдаты романынан алынған үзінді. Роман 1945 жылы Қазақ батыры деген атауымен жарық көрген, кейін өңделіп қайта жарияланады. Романда бас кейіпкер Қайрош Сарталиевтің түп тұлғасы Кеңестер одағының батыры Қайырғали Смағұловқа негізделіп жазылған. Ұлы Отан соғысына қатысқан мыңдаған қазақ азаматтарының жиынтық образын сомдау уақыт талабынан туындаған маңызды шешім. Қаламгер өз кейіпкерінің балалық шақтан бастау алатын өмір талқысын шығармада көркем бейнелейді. Адамның отанға деген ыстық сезімі, балғын шақтағы достықты қадірлеу, өз сеніміне мығым, сертке берік болудан басталатынын автор кейіпкерлердің іс-әрекеті арқылы аңғартады. Әңгіме басында жағалауда жолыққан үш кейіпкер арасындағы оқиға бірден дамып, тағдырлас балалардың бір-біріне деген ниет көңілдері шешіліп жүре беріледі. Бас кейіпкерді өз жағында сөйлету арқылы оқиғамен көңіл толқынысын жеткізетін автор кейіпкердің психологиялық жайын терең ашады. Кейіпкерлердің жанды бейнесі арқылы шығарманың идеялық астары ашылады. Жақсы балалар, ендеше Ғабит Мүсірепов деген ақын жазушымыз солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында дүниеге келген екен. Қазақстанның халық жазушысы. 9 жасқа дейін өз ауылында оқып хат таныған. Тұңғыш шығармасы Тулаған толқында повесі. Тағы да Оянған өлке, Ұлпан деген тағы басқа шығармалары бар. Ендеше балалар, бүгін
Оқулықта 73-ші бетте Ғабит Мүсіреповтың «Құрметтейік жер ананы» деген аңызынан үзіндіні төмендегі сұрақтарға жауап іздей отырып оқиық. Сұрақтардың жауабын дәптерге жазып ал. Сұрақтар: адам баласының анасы кім? Барлық адам баласының анасы кім? Адам баласының бесігі не? Жазушы жерді кімге теңейді? Ол қандай құрметке лайық? Ал балалар, сендерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп сенемін. Неме болды тарсылдатып, қайта